Құрметті достар, алдыңғы сабағымның бастамағымда Spring туралы кіріспе берілген болатын. Енді бүгін екінші тақырыпты қараймыз. Spring'де бинді не, бинді қалай Spring'ге контекстке қосамыз, сонымен жұмыс істейміз. Оны қосудың үш жолы бар. Бірінші жолы bin аннотациясы арқылы контекстке қосу. Екінші жолы стереотипті аннотациялар бар, компонент деп аталады. Үшінші жолы программалық түрде ешқандай аннотация қолданбай өзіміз Java код арқылы бар. Енді контекст деген нәрсені кішкене схема ретінде түсіндіріп кетейін. Контекст деген Spring'тің фреймворктың коробка сияқты болады, қорап болады. Мына жерде объекттер болады, өзіміз жасаған. Бұл объектілерді салған кезде Java классымыздан шыққан объектілерді жаққа салған кезде ол бинге айналып кетеді. Онда Spring фреймворк осы контекстпен, контейнермен жұмыс істеп, соның арасында жұмыс істейді. Екінші тақырыбымыз осындай болады. Үшінші тақырыбымызда осы объекттің арасындағы байланыстарын. Енді бірінші мысалға кетсек, Maven проектінің жолын, құрудың жолын оны қысқаша түсіндіріп кетейін. Ол үшін қосу үшін сіздерге new project дейсіздерді тест 1 деп қоя салайын. Java таңдайсыз, Maven таңдайсыз, және өзіңіздің жаңағы JDK-ңызды таңдайсыз. Енді 11-ші версия болғандықтан мен 11 таңдаймын. Немесе егер сізде болмаса IntelliJ Dawn JDK-ны басып орната бересіз. Sample'ды емес. Сонда мына жерде жаңағы Maven проекттер ашылды. Main'ға кіріп, Java-ның ішінде шығады өзі. Так, біз алдыңғы тақырыбымызда қарасаңыздар, бірінші сабақтың соңында қай жерден кодты скачать ету, жүктеп алудың жолы туралы айтылған болатын. Енді мен оны түсіндірмеймін. Таппа жасаңыздар, бірінші сабақтың ең соңғы уақытындағы видеоны қарап табасаңыз. Ал енді жалғастырайық. Бірінші мысалымызда бізде екі класс бар, main және parrot деген попугай. Попугайдың өзінің аты болады, және попугайдың атын қояды әдіс метод бар. Енді біз не істейміз? Бұл мысалда контекст қалай құрылады? Spring'де контекстің құрудың жолдары көп, класс бас деп аталады. Біз мына annotation config application контекст қолданамыз. Біріншісінде бұл контекст құрды. Екіншісінде өзіміз объектіні өзіміз қолмен құрдық. Онда мысалы қалай болды? Мына жерде объект құрылды, жерде контекст құрды, Spring'тің. Мынауымыз parrot болса, енді біз осыны parrot'ты мынаның ішіне салу керек. Оны inversion of control деп аталады. Біздің орнымызға автомат түрде Spring Framework соның жаңағы parrot классынан объектісін мынаны құрудың жолын өзі істейді. Программаны запускать етсек, ештеңе болмайды, ештеңе де көрмейміз. Просто мысалың ретінде келтіріп отыр. Енді біз оны қосудың жолдарының жаңағы айттым ғой. Parrot, енді қосу керек. Оны қосу үшін біз bin аннотациясын қолданамыз. Bin аннотациясын қолдану үшін бізге configuration аннотация керек, bin деген аннотация. Ол үшін біз конфигурациялық класс жасаймыз. Жаңа main мен parrot қана болды бізде. Енді мына жерге қарасаңыз конфигурациялық файл жасау керек. Ол үшін біз config деген пакет ашып, соның ішіне project config деген класс құрамыз. Және аннотация configuration деген аннотацияны қою арқылы біз енді өзіміз биндерді
құрамыз. Енді былай қарасаңыздар, мынау парад деген метод ішінде парад объектісін қайтарады, құрады, одан кейін конструктор құру арқылы оған коко деп ат береді. Сонымен жаңа p дегеніміз соның типтесін қайтарып, бізге онда парад деген бин пайда болады. Енді биннің аты контекстте методтың аты қалай тұр, солай болып барады кішкентай әріппен. Енді былай қарасаңыздар, бізге бұл үш бин барып қосылды. Қарасаңыздар, міне горохтың сөзі тұр, аудармасы биннің горох. Мыналардың бәрі төртеу деп тұр. Оны дәлел ретінде қазір көрсетеміз, что төртеу құрылған. Енді біз annotation'да біз жаңағы бірінші мысалымызда бос контекст болып еді, енді біз айтып отырамыз, project config-тің классын беру арқылы біз оның ішінен ал деп. Соның ішінен алған кезде парадтың типтесін бинін аламыз, get bin арқылы методтың парад объектісін қайтарып, соның атын шығарамыз. Және stringтің бинін аламыз, және integerдің бинін аламыз. Дәлел ретінде көрейік. Coco, hello, on деген шықты. Project config-те Coco деп қойдық, hello деп қойдық, on деп қойдық. Енді мынаның 1 бин, 2 бин, 3 бин, 4 бин құрылған дәлел ретінде тексеру үшін біз бұны программамызды парадта шақырмай жатып, debug режимінде қосамыз. Debug режиміне қосқан кезде, қазір мен мына жерде ұстап алдым. Alt F8 батырмасын басып контекст get bin definition names деген бар массив стандарт түрде. Мынау бастапқы нәрселеріне қарамаңыздар, өйткені ол контекстің ішінде Spring Framework өзінің жекеде қосымша модульдерін қосып жұмыс істегендіктен, қарасаңыздар, міне дәлел ретінде project config-те bin деп тұр. Енді қарасаңыздар, bin берген кезде кішкентай әріппен пайда болды, а егер кластың үстінде configuration компонент деп болса, бірінші кластың ішіндегі бірінші әрібі кішкентай әріпке айланып кетеді. Сонымен бізде project config bin пайда болды. Parad деген bin пайда болды. Hello деген bin пайда болды бізде. Hello деген it, 10 деген 4 bin пайда болды. Мұнда 4 bin бар екенін дәлел ретінде көрдік. Мынау тақырыбымыз түсінікті. Енді ары қарай тағы да мысалдарын қарастырамыз. Енді үшінші мысалын көрейік. Үшінші мысалында қарасаңыздар, бір типтес біз парадтың 3 түрін құрдық. Парад 1, парад 2, парад 3. Енді біз main'да алдыңғы мысалымыз қарасақ, мынаны неге қате болып қойды түсіндірейін. Мынаны біз жаңағы мысалымызда қарасақ, тек қана сол объекттің типі бойынша парад класс болғандықтан сол типпен көрсеткен болатынбыз. Енді мына программа запускать етсек, қате береді. Өйткені біз контекстке no qualifying bin of type main дейді, и парадтан не қылған дейді, табылған 3 бин табылды дейді. Парад 1, парад 2, парад 3. Енді бұның себебін түсіндіріп кетейін. Мысалы, сіздер жаңағы қорапшаға барайық. Қорапшаға парад 1, парад 2, парад 3 түсті, бірақ оның типі парад болғандықтан, енді біз биннен контексттен сол бинді алайық десек, фреймворк қайсысын берерін білмей қалады. Парад 1 ма, парад 2 ма, парад 3. Мысалы келтіргенде алма деп айтсақ, бірінші алма, екінші алма, үшінші алма деп. А егер алма десек, мысалы магазиндегі қай алма берерін білмей қалады да, сол себепті мысалы бірінші, екінші, үшінші деп береміз. Сол себепті мына мысалда енді get binнің ішінде шақырған кезде сіз нақты binнің атын бересіздер және қандай тип қайтаратын бересіздер. Сонда енді бізге парадымыз 2, парад 2-де бізде Mickey тұр. Сонда Mickeyдің аты шығады. Көрдіңіздер ме? Mickey деп. Келесі қалымызды жалғастырайық.
Біз әлі мынау тақырыпта bin аннотациясы арқылы спрингке қосудың жолдарын үйреніп жатырмыз. Енді бізге binнің атын мына жерде қарасаңыздар, алдыңғы мысалымызда binнің атын біз бермеген болатынбыз. Binнің аты автоматты түрде Parrot болған, Parrot 2 болған. Енді mainға барсақ, қазір мынау таппай қалады. Mickey аттас, қарасаңыздар, no bin named Mickey available дейді. Сондай бар Mickey бар биндер жоқ дейді. Біз өйткені мына жерде оны Parrot 2, Parrot 1 болғандықтан, енді біз мына жерге мысалымызда жазылғандай үш жолы бар. Жаңағы name деп жазсаңыздар да болады. Mickey деп, Mickey value деп жазсаңыздар да болады. Mickey және де мынақтан ішіне Mickey деп жазсаңыздар да болады. Кез келген атты өздеріңіз білесіздер binнің берудің жолдарын. Тексеріп көрейік. Не көрдіңіздер ме? Mickey деп шықты. Binнің аты арқылы соның binнің атын ашты. Оның get name арқылы сол қандай значение мағынасы орнатылғанын біліп отырмыз. Ары қарай жалғастырамыз мысалымызды. 5-ші мысалын көрейік. 5-ші мысалында Parrot 1, Parrot 2, Parrot 3. Енді бізге жаңа аннотация қосылды, primary деген. Мысал ол қандай нәрседе жүреді? Енді мысалы primary мына жерде кіріс жаңағы алдыңғы мысалымызда қарасақ, біз binнің атын жазған болатын. Немесе Ctrl пробел бассаңыз Parrot 1, Parrot 2 деп істеп тұр. Енді get binге неге Parrot'ты бердік, атын бермедік? Енді қалай ол үш алманың ішінен біреуін табатынын түсіну үшін бізге primary деп аннотация қойылады. Ол мысалға келтіргенде шын өмірде күнде кездесеміз. Мысалы магазинге кіргенде нан магазиннің атында тұрса, ол по умолчанию жаңағы міндетті түрде бір нанды бере береді. А егер нанды таңдап алатын болсаңыз, ол qualifier деп өзіңіз жаңағы binнің атын беру арқылы бердіңіздер. Мысалы нан 1, нан 2, қара нан, ақ нан деген сияқты таңдап алдыңыздар. А бұл жерде магазингізде нан бер десеңіз, ол сізге міндетті түрде ақсай нан береді. Бір нан ғана береді. Соны primary болғандықтан наннан бәрі ұқсас нандардың алады да бір түрін ғана бере салады сіздер. Primary қолданудың жолы. Так. 6-ші мысалды көрейік. Енді 6-ші мысалымызда біз енді project config-тің ішін қолданбай арқылы біз енді компонент деген аннотацияны қолданамыз. Стереотипті аннотация компонент. Міне қарасаңыздар, кітапты оқысаңыз. Енді не істейміз? Біз Parrot'тың ішіне, кластың үстіне компонент деген аннотацияны қоса саламыз. Былай қарасаңыздар, стереотипті тұр. Енді main'ның ішінде project config-ті оқу үшін, сол Parrot'тың компонент екенін білу үшін, оны жаңағы контекстке қосу үшін біз project config-тің ішіне жаңа аннотация қосамыз. Компонент scan деп көрсетіп тұр. Page scan main деп тұр. Ол нені білдіреді? Main пакеттің ішінен, мына пакеттің ішінен сондай жаңағы компонент деген аннотациялар бар биндерді ізде деген сияқты. Қарасаңыздар, міне Parrot тұр. Енді менде оны копировать етіп қайтадан қойып көрейін. Оның атын Parrot 2 деп қоям. Тура аты ұқсас, бәрі келеді. Енді менде 2 бин пайда болды. Енді мен Parrot 2-ні алу үшін контекстке барып, get bin арқылы мен классымен бере сұрай салам. Parrot класс. Мен қойдым. Менде де енді сол жаңағы нәрсені экранға шығарғым келеді.
Parrot 2, Parrot 2. Программамызды запускать етіп қарап көреміз. Міне қарасаңыздар, мынаның бірінші объектісінің мәні басқа, екінші объектісінің мәні басқа. Бізге енді пустой келетін себебі компонентте құрған кезде ол автоматты түрде парроттың ішінде біз name'нің атын қоймағандықтан, оны біз контекстен алғаннан кейін біз оған ары қарай атын бере аламыз. Set name. Bin'де біз өзіміз арнайы ат берген болатынбыз. Ал компонентте сіз bin құрылғаннан кейін барып, сол bin'нің мәндерін өзгерту арқылы жұмыс істей аласыздар. Программамызды запускать етейін. FF Parrot 2 деп шықты. Main пакеттің ішінен Parrot'ты іздейді. Енді біз postConstruct деген метод бар. Арнайы жаңағы bin контекстте құрылғаннан кейін, содан кейін барып мәндерді қою, мысалы kiki деп ат қоя салды, бастапқы мәндерін қою үшін. Енді біз программамызды қайтадан запускать етсек, сол жаңа kiki тұрады. Енді соның ішінде Parrot'ның аты kiki болып келеді. Аннотацияның аты postConstruct деп аталады. Ол жаңа қаяқтан келеді. JavaX-тен annotation келіп тұр. POM XML-ді айтамын қазір. Maven'ді контекстте қосасыздар. Оны кодты мысалы скачать етсеңіздер дайын тұрады, немесе өздеріңіз қолдан жасаңыздар, бұнаны dependency қосу керек. Біз контекстпен жұмыс істеп отырмыз қазіргі уақытта, және annotation керек. Жаңағы postConstruct методын қосу үшін аннотациясын JavaX annotation 8-ші мысалымыз көрейік. Енді ол 8-ші мысалымыз кітапта айтылғандай 3-ші жолы программное добавление бинов в контекст link. Сонда ол қалай көрсетілген айтылам. Енді мына жерде project config мына жерде мысалы қалып қалған, бұны өшірте салсаңыз болады, керек емес. Керек екен алынады. Не үшін керек екен қарау керек. Енді жоқ. Қарайберсін, бірақ мына жерде project config-ның ішінде bin, компонент scan, ештеңе көрініп тұрған жоқ. Пайдасы жоқ. Так, енді біз Parrot'ның ішіне кірсек, бізде компонент деген аннотация да жоқ. Project config-ның ішіне кірсек, bin деген аннотация да жоқ. Енді біз осыны main'да өзіміз қолмен құрамыз. Java'да қарасаңыздар, функциональный интерфейс деген бар, supplier деген. Ол ешқандай параметр қабылдамайды, бірақ соның типін қайтарады деген сөз. Мысалы, ол ешқандай параметр қайтармау арқылы бізге ол x-ті қайтарғандықтан x-іміз бізде Parrot. Сол себепті соның типі қайтарып тұр. Енді өзіміз қолмен Parrot'ты құрамыз, объектісін, одан кейін оның атын береміз. Сол жаңа құрған объектіні біз қайтадан Parrot supplier'ға қайтарып жібереміз. Енді контекстте жаңа құру үшін біз register bin деген методты қолданамыз. Оның ішінде binнің аты қалай болады өзіміз жазамыз, және оның қандай типтес екенін көрсетеміз, және қайсы объект салынады өзіміз құрған нәрсе. Ал бизнес компонент BC set primary true дегеніміз біздің жаңағы алдында жасаған мысалымыз бойынша primary қоямыз. Мысалы бізде Parrot'тың мысалы бірнеше түрі болуы мүмкін. Сол сияқты. Соны қараймыз, Parrot 1 болып келеді. Дәл ретінде ол binнің Parrot 1 болып түскенін қазір регистрация жасағанын жерден қазір debug режимінде қараймыз. Alt F батырмасын басамыз. Жаңа get definition names қосу арқылы көреміз. Енді қарасаңыздар, міне Parrot 1 деген бізде bin құрылды.
осымен екінші главаны қашады айтылып кетті, түсіндіріп кеттім. Енді комментарийді қалдырып, және не болмаса сол екінші главаны қайтадан талқыласақ та болады. Енді резюмесін қарап жүрейік. Резюмесінде енді қосудың 3 жолы бар дедік, иә? Бин аннотациясы арқылы контекстке, және компонент арқылы, және регистр бин метод арқылы қосудың 3 жолы бар екен. Сонымен бинді контекстке қосудың жолын. Енді 3-ші главаны тақырыбында бір-бірімен байланыс, внедрение зависимости. Енді POM XML туралы түсіндіріп кетейін. Бұл Maven проекттер жинау, зависимостьтерді программистерге жасалған нәрсе. Өзіңіз егер қолдан жаңадан проект жасайтын болсаңыздар, dependency'ді алып жүріп қоясыздар. Жазып көріңіздер, эксперимент жасаңыздар. Егер кодты скачать ете алмай жасаңыздар, мынау 1-ші главаға кіріп, мен алдында көрсеткендей, мынаның кітаптың ішінде коды тұрады. Қазір қарап тауып берейін сіздерге. Негізі кітап оқыған өте дұрыс. Мысалын таппай қойдым кітабым. Кешірім өтінем. Уақыттарыңызды алғаны үшін. Мына жерде 23-ші бетте тұр. Бассаңыздар ссылкасын. Кодты скачать етіп. Оны распаковать етіп, менің айтқандай чаптер 2-ні ашу арқылы бересіздер. Мен екінші сабағымыз бітті. Лайк басып отырыңыздар. Ары қарай жалғастыра беремін.